Президент көлік саласы қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтап, оларды еліміздің дамуына елеулі үлес қосып жатқан нағыз еңбек адамдары деп атады. Салтанатты жиында Қазақстан темір жолы компаниясының ардагері Қалтай Самбетовке Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Ол 66 жыл үздіксіз жұмыс істеп, темір жол саласын және көлік инфрақұрылымын дамытуға зор үлес қосқан. Мемлекет үшін көлік саласының стратегиялық маңызы айрықша. Бұл айқын нәрсе. Көлік жүйесі әрбір елдің дамуының көрінісі. Онсыз экономиканың алға басуы мүмкін емес екенін айтқан Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз арқылы өтетін дәліздердің инфрақұрылымын біртіндеп жақсарту қолға алынғанына тоқталды. Президенттің пікірінше тағы бір маңызды міндет әуе арқылы жүк тасымалын дамытып, Қазақстанды аймақтағы жетекші авиациялық хабқа айналдыру. Бұл салаға біз аса маңызды басымдық ретінде қараймыз. Көлік құралдары экономиканың қозғаушы күші, өсіп өркендеу кепілі десек артық болмайды. Еліміздің осы саладағы мүмкіндіктері мол, тіпті бірегей деуге болады. Қазақстан Евразиядағы негізгі транзиттік қаптың бірі. Бүгін үлкен мереке. Көлік транспорты қызметкерлерінің күні. Темір жол жұмысшыларының күні. Бүгіндей мерекелі де берекелі күні бүкіл көлік қызметкерлері атынан алғысымызды білдіреміз. Сіздің қолыңыздан жоғары марапатты алу біздер үшін өте жоғары мәртебе. Бүгінгі марапат көлік саласында қызмет етіп жүрген барша мамандардың қажырлы еңбегіне берілген құрмет деп қабылдаймыз. Сіздің тікелей нұсқауыңызбен көлік саласы бүгінде, оның ішінде темір жол саласы бүгінде күрделі қарқынды дамуда. Жұмыстың еселеп өсуіне біз өте сенімдіміз.